Жақсылық пен жамандық. Бір күні жақсылық пен жамандық жолға шығады. Жамандық барлық азығын тауысады, ал жақсылық болса, азықтарын алып қояды. Сосын жамандық жақсылыққа: менің азықтарым таусылды, енді өлмесем болды, дейді. Мейірімді досы: келе ғой, бөлісіп жейік, деп өз азығын береді. Жақсылықтың да азығы таусылады. Сөйтіп жамандығын жасап: біздің азығымыз таусылды, енді не істейміз? Өлмесек болды. Мен аштыққа шыдай алмаймын, сенің атыңды сойып жейік, жаяу жүруге де жарамаймын, деп айтады. Мейірімді досы жамандықты аяп, атын сояды. Сосын жақсылық жаяу жүреді. Жамандық ойлап: енді бұның маған ешқандай пайдасы жоқ, деп жапан далада жақсылықты біреуізін қалдырып кетеді. Біреуізі аш болып келе жатқанда бір лашықты байқайды. Ішінде қазан толы ет қайнап жатады. Етті саусағының ұшымен ғана дәмін көріп, сосын лашықтың төбесіне барып жатады. Сосын арыстан, қасқыр және түлкі келеді. Сөйтіп түлкі әңгіме бастайды: мен пәлен деген жерде үнемі әр нәрсе жеп жүремін, деп айтады. Ал сосын арыстан: мен пәлен деген байдың күнде бір жылқысын жеп кетемін, дейді. Ал сосын ол бай: егер мені кім ұстаса, соған бір үйір жылқымды беремін, деп жарлық жасап жатыр. Және де маған жететін ешқандай жылқысы маған жетпейді, тек біреу ғана бар, оның өзінде оны ешкім білмейді, дейді. Сосын қасқыр: мен пәлен деген байдың үйінің тоқтысын күзетемін, және де оның ауру қызы бар, және де ол қызын кім емдеп жатса, сол қызын алып, бір жағынан байдың жарты байлығын алады екен. Ол қыз тоқтының етін жесе ғана жазылады екен, деп айтады. Бұның барлығын жақсылық естіп жатып, әрекет жасайды. Сосын бай болады. Бір күні жақсылыққа киімі азған, тозған, беті ұсқынсыз, түрі ұсқынсыз, барлық жерінде сау жері қалмаған бұрынғы досы жамандық келеді. Ол оны әзер таниды. Киімі жыртық-жыртық. Сөйтіп оған: әй, жамандық жанау, жақсылық жанау, мен саған жамандық жасаймын деп өзім жаман болдым. Енді сен бұл байлықтың қалай келгенін айтасың ба, деп айтады. Сосын жақсылық тұрып: қазақ атам таспен атқанда аспен ат демекші, сен маған жамандық жасасаң да мен саған жақсылық жасаймын, деп өзінің бастан кешкен оқиғасын айтып береді. Сөйтіп оған: сен айдалаға бар, сөйтіп лашық көресің. Сол кезде оның ішінде қазан толы ет қайнап жатады. Сен оның барлығын жеме, жай ғана саусағымен түртіп дәмін көр де лашықтың үстіне барып жат. Сосын арыстан, қасқыр, түлкі келеді, және ол өздерінің әңгімелерін айтады. Сосын солардың әңгімелерін естіп, әрекет жаса, дейді. Жамандық келісіп лашыққа барады. Лашықтың ішінде жақсылық айтқандай қазан толы ет қайнап жатады. Ол шыдай алмай әш-көздігін жасап: мына бір жілігін жейінші, деп бір жілігін жейді, екінші жілігін жейді. Сорпасынан да 6-7 рет ұрттап, лашықтың төбесіне барып жатады. Сол кезде арыстан, қасқыр, түлкі келіп, түлкі әңгіме бастап: ойбай, мына еттің не жілігі, не сорпасы жоқ қой. Мен білсем, бұны біреу жеп қойған, деп ойлайды. Жамандық қорқып кетіп қозғалып қалады.
Сөйтіп түлкі: мына лашықтың төбесінде біреу жатқан сияқты, барып көрейікші деп лашықтың төбесіне үшеуі шығады. Сол кезде жамандық жатады. Сөйтіп жамандықты ұстайды. Жақсылық жақсылығын жасап байиды, ал жамандық жамандығын жасап әркімге жем болып қала береді.